Оқ-дәрілерді жою жұмыстары кезіндегі жарылғыштардың дүмпу дауысы енді бұрынғыдан әлде қайда төмендейді. Себеп бір реттік жару кезіндегі оқ-дәрілер мөлшері 2 есеге азайтылды. Бұл туралы Арыс қаласы әкімдігінде өткен баспасөз мәслихатында айтылды. Сонымен қатар өткен айда жүргізілген жарылғыш заттар мен оқ-дәрілерді залалсыздандыру жұмысының адамға, ғимаратқа және құрылысқа соққы толқуының әсерін анықтау бойынша құрылған жұмысшы топтың қорытындысы дайын болды. Арыс қаласы әкімдігінің үлкен мәжіліс залында әскери бөлім аумағында орналасқан қоймалардағы оқ-дәрілерді жою жұмыстарын жүргізуге қатысты арнайы баспасөз мәслихаты ұйымдастырылды. Қорғаныс министрлігі өкілдері мен қала әкімдігінің бірлескен шарасына әскери бөлімнің жауапты мамандары мен әкімдіктің өкілдері, қалалық мәслихат төрағасы Қайрат Ахметов, ардагерлер ұйымы және бақ өкілдері, қоғам белсенділері қатысты. Брифингті қала әкімінің орынбасары Алмас Сұлтанов жүргізіп отырды. Баспасөз жиынында қозғалған басты тақырып жарылғыш заттар мен оқ-дәрілерді залалсыздандыру жұмысының адамға, ғимаратқа және құрылысқа соққы толқынының әсерін анықтау бойынша құрылған жұмысшы топтың қорытындысы болды. Алдымен тұрғын үйлерге жүргізілген бақылаудың қорытынды нәтижелері туралы Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігіне қарасты ұлттық сараптама орталығы мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан облысы бойынша филиалының маманы Айжан Жолдасова баяндама жасады. Оның айтуынша, оқ-дәрілерді залалсыздандыру кезінде пайда болатын дүмпу шекті нормадан аспаған. Оны анықтау үшін ассистент В3 арнайы құрылғысы пайдаланылды дейді. Өткен жолы өткізген қорытынды мәселелері бойынша ешқандай жоғары деңгейде көрсетілмеген, өзінің стандарт бойынша нормасы бар. Еш нәрсе көрсетілген жоқ. Қанша 5 үй өткіздік сараптаманы. Сараптама бойынша, біздің хаттама бойынша еш нәрсе не қылмаған, көрсетілмеген. 28.04.2023 жылғы номері 2023-366/77 санды діріл деңгейін өлшеу хаттама нәтижелері сәйкес діріл нәтижелеріміз шекті деңгейге жаңағы жоғары көрсетілмеген аспаған. Жарылғыш заттар мен оқ-дәрілерді залалсыздандыру жұмыстары туралы подполковник Нұрлан Өсербайұлы баяндама жасады. Айта кететін жайт, бізде қазір таңда 44-859 әскери бөлімінде жарылыс салдарын жою бойынша жұмыстар Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары штаб бастығының бұйрығының негізінде сәйкес жүргізілуде, жоспарлы түрде жыл сайын. Биылғы жылғы 3 сәуірден бастап жоспарлы түрде жұмыстар басталды. Осы уақытқа дейін қазір 2019-дан бері 37 ротация жүргізілді. Қазір мамыр айының 28-іне дейін осы 37-ші ротация жүргізіп жатырмыз. Өздеріңіз комиссия мүшесі айтып кеткендей, алдыңғы айда, сәуір айында тексеру жұмыстары жүргізілген. Нәтижесін, қорытындысын жаңа естідіңіздер. Мен өзім Астанада сәуір айында болған кезде Арыс қаласының мәслихат төрағасы Ахмет мырза, осы кісінің хаты бойынша біз Қазақстан Республикасының Сенат депутаты қателеспесем Мұрат Болатбекұлы азамат кісіге несінде болғанбыз, кішігірім жиналыс өткізген. Онда әр 2 министрліктен жиналды өкілдері. Біздің қорғаныс министрлігінен 3 офицер бардық. Сонда Сенат мырзаның бізге айтқан осы Арыс қаласының тұрғындарының арыздары түсіп жатыр, жарылыстарының Арыс қаласындағы объектілер, тұрғын үйлерге зақымдану бойынша арыздар түскен объектілер бойынша. Сол кісінің өтініші бойынша біз жылда жарып жүрген мөлшердегі жарылғыш заттарды 2 есеге азайтуға шешім қабылдадық. Осы 37-ші ротациядан бастап, мамыр айынан бастап 2 есеге қысқартылды.
кемітілді жарылғыш заттар. Бүгінгі жарылысты жаңағы комиссия мүшелері көрді. Алдыңға қараған кезде белгілі дауысы да жарылғыш заттың қалай, бізге шыққан жарыстың дауысы қандай болғанын өздеріңіз де көрдіңіздер. Нәтижесін кешегі айда салыстырған нәтижемен осы айдың нәтижесін сарапшылар өздері береді деп ойлаймын. Нәтижесі белгілі болу керек. Нәтиже береді деген ойдамыз. Өйткені біз қолдан келгенше 2 есеге қысқарттық. Енді одан артық қысқартатын болсақ, біз жару жұмыстарымыздың ұзақтығы, өздеріңіз білесіздер, ол жылдар сайын, ол ұзартылған сайын қауіпсіздік Арыс қаласының тұрғындарының, біздің әскери қызметшілердің қауіпсіздігі арта түседі. Ертерек бітіргеніміз барлығымызға да жақсы деп ойлаймын. Сондықтан енді минимальный ең төменгі есеп жасалынып, сонымен қазір жарып жатырмыз. Тех аймақтарда, қаланың ішінде де жарып жатқан жұмыстар жүргізілуде, 2 учаскеде, 7-ші және 17-де. Ол жерде де күніне 40 оқ-дәрі жоятын болсақ, қазір ол жерде де 2 есе шегердік, күніне 20. Оның нәтижесін жаңа көрдіңіздер, азайған бойынша. Енді Арыс тұрғындарына айтарым, ешқандай уайымдамаңыздар, бәрі жоспарлы түрде жүргізілуде. Қорғаныс министрінің орынбасарлары барлығы қатаң бақылауда. Күнделікті біз баянат жасаймыз, күнде қанша жарғанымыз, қандай іс-шара жүргізілген, бәрі күнделікті қорғаныс министрінің бақылауында. Одан бөлек ай сайын, 2 айда, квартал сайын лауазымды тұлғалар келіп, тексеру жұмыс шараларын бәрін қатаң бақылауда деп айтуға толық айта аламыз. Бізге сеніңіздер, біз қолдан келгенше жақын арада тазалап бітеміз деген ойдамыз. Барлығы ең несі, бізге сіздердің ең бірінші көмектеріңіз, бізге сеніп, біздің жұмысымызға былай айтқан кезде қатты сын жасамасаңыздар, сол бізге көптеген көмек көп. Әрбір сіздердің айтқан сындарыңыздың барлығын ескереміз, бірақ бізді де түсініңіздер, біз де әскери қызметшілеріміз жауаптымыз. Олардың әрбір істеген несін бәрін біз олардың да бірінші очередь солардың қауіпсіздігін алға қоямыз. Жұмыс жасап, Мамандар бақ өкілдері тарапынан қойылған сауалдарға да жауап берді. Саламатсыздар ма? Менің сұрағым бірінші Айжан Жолдасова ханымға бақылау нәтижесі бойынша ешқандай зиян келіп жатқан жоқ деп нәтиже шықты, иә? Сонда бағанағы тұрғындардың шағымы өтініші ешқандай негізсіз болып отыр ма? Және олардың психикасына, денсаулығына ешқандай әсер етіп жатқан жоқ па? Одан кейін Нұрлан мырза, мөлшері азайды дедіңіз, нақты мөлшері қандай мөлшерден қандай мөлшерге азайды, және бұл жарылыс жұмыстары шамамен, нақты айта алмай отырсыздар, шамамен қай уақытта аяқталады? Соған жауап берсеңіздер. Бұл сұрағыңызға подполковник, командир бастығы подполковник Акишев жауап берсін. Біз тұрғындары, жаңа сіздің сұрағыңызға жауап бере кетейін дегенім, бізде 6 котлован бар. То есть 6 котлованға 300 килограммнан салынатын болған. Қазіргі күні, бүгінгі міне естігендеріңіз, 6 котлованда 130-120 килограмм болды. 2 есе біз 2 еседен де төмен азайтып ұстадық. Одан кейін 2 есе азайтқан, ол 2 есе уақытты созады енді. Түсініпсіз ғой, мысалға 10 подрыв жасалатын болса, оны 2 есе азайтсақ, ол уже 20 подрыв болады. Одан кейін бұл біздің атқарып отырған техникалық аймақта, өздеріңіз білесіздер, Совет одағы кезіндегі 9-шы орында болған арсенал болатын бұл. Өте көп қару-жарақ болған. Оның жердің астында біз 3 этапқа бөлдік оны. Бірінші этап қаланы және жаңағы арсеналдың айланасын
тазаладық, ол бірінші этап болды. Екінші этап іштегі шашылып жатқандарды жинап шығардық. Енді үшінші этаптың оның ішінде под этаптар бар, дұрыс қой, қазір бетіндегі қауіпті оқ-дәрілерді орында жарып жатырмыз және шығарып жатырмыз. Енді ақырғы этап ол жердің астында қанша оқ-дәрі кеткенін біз болжай да алмаймыз, болжап да айтпаймыз. Қаншасы шығады, қаншалықты уақытқа созылады. Жаңа біздің алдымызға қойылған жоспарымыз бойынша 2-3 жылдың ішінде бітіреміз деп жоспарлағанбыз. Қазір жарылыстың салмағы в тротилдің эквиваленте азайтқандықтан ол енді 2 есе көбейеді. Денсаулыққа әсері туралы сұраққа жауап беріп кетсеңіздер. Психологиясына денсаулыққа әсері жоқ. Өйткені қазір біздің нәтиже қорытынды бойынша барлығы нормаға сай болып тұрды. Ол ешқандай денсаулыққа зияны болмайды. Жауапты сала мамандары алдағы уақытта да тұрғындар тарапынан түсіп жатқан талап тілек ұсыныс пікірлерге құлақ асып, уақытында тиісті әрекеттер жасалады деп жиында қорытындылады. Балауса Оспан, Сұңқар Бакиров, Бақдәулет Шахапов, RTV жаңалықтары.